Аллах тағала сізге сынақ берген сайын, сіз сабыр ете беретін болсаңыз, сіз адаспайсыз, тура жолда аяғыңыз нық басып тұра бересіз. Аллах тағала адастырмайды. Сынақ күшейген сайын, адам сынақтан өткен сайын, ол жағаны тура жолда қала беруге не бар? Былайша айтқанда, сынақ күшейген кезінде бұрынғы болған жеңіл сынақтарға Аллах тағала өзі сені адастырмайды. Алдында күтіп тұрған бір ауыр сынақтардан адам тайып кетуі мүмкін. Бірақ бұрын өткен сынақтар қайтып келетін болса, сіз уже одан өтіп кеткенсіз да, сізге ол жеңіл болып қалады. Мысалы, Бәдір соғысына қатысқан сахабалар болды. 300 шақты ғана мұсылман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғысқа деп арнап шыққан жоқ. Анау Шамнан келе жатқан керуенді тоқтатып, өзімізге тиісті хақымызды аламыз. Меккеде қаншама дүниеміз қалды, тартып алды бұлар. Өзімізге тиісті дүниемізді аламыз, хақымызды деген кезінде Абу Суфиян ол нәрсені біліп қалып, жаңағы шпиондары нелер болған шығар, хабарлады жерге, керуенді Мединенің басқа жағымен алып қашады. Пайғамбарымыз 300 шақты адаммен таппай қалады. Сөйтіп тұрғанда Абу Суфиян анау пайғамбарымыз адамдармен шығып жатыр дегенде ат шаптырып жібереді Меккеге. Бізге шабуыл жасап жатыр, тез жетіңдер. Сонда ол келіп, жаңағы Абу Жахілдер Меккеде қанша адам бар, соны алып шығады, қаруланып, жаңағы аттармен 1000 шақты адам. 700 ат, 200 түйе болды дейді. 1000 адам қаруланған, жаңағы шоқпары бар, найзасы бар. Ал мұсылмандар болса 300 адамға 2 ат болды дейді. Жаяу. Керуенде көп адам болмайды ғой, соғыс үшін жүрген жоқ. Сондықтан қылыштар ғана, найза, қалқан, жаяу жүрген адам найза, қалқанды көтеріп жүрмейді ғой, апауыр қылып. Қылыш ұстай салады. Садақ ұстай салады, жеңіл. Сондай бір жеңіл шыққан 300 адамға қарсы 3 есе көп, 1000-нан астам кәпірлер қоршап келе жатыр. Атты әскер. Өзіңіз салыстырып қарасаңыз, ақылмен үлкен сынақ. Алланың үлкен сынағы болды. Сол кезінде олар мұсылмандар біреуі де артқа бір қадам жасаған жоқ. Сонда Аллах тағала Құранда айтады, оларды сынадық, сынақтан өткеннен кейін періштелерді түсірдік, әскер қылып, жәрдем қылып оларға деп. Сөйтіп 300 әскер 1000 кәпірлерді жеңіп қойды. Қалай десе, Алланың жәрдемі періштелер түсті адам кейпінде. Ол кәпірлерге көрініп тұр дейді, мұсылман болып көрінді оларға дейді. Ал мұсылмандардың ішінен кейбір ғана сахабалар көрді дейді. Абу Бәкір сынды, сондай бір әулиелік дәрежеге жеткен кейбір сахабалар ғана көрді ол адам кейпінде. Қалғандар көрген жоқ. Кәпірлер өздерімен өздері ауада соғысып жатқандай болып айтыр. Не? Әркіммен соғысып жатқанда бір-бірін қарап тұрмайды ғой. Кәпірлерге қарсы мыңдаған періштені Аллах тағала түсіріп, сөйтіп үлкен сынақтан өтті олар. Сосын кейін Мединеде бір сахабалар, бір сахаба, бір сондай бір сынаққа түсіп қалады ғой. Сөзге қалып қояды. Сол кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көтергенде пәленше бүйтіп қойыпты, сөйтіп қойыпты дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтатын болған: сен ол туралы өйтіп айтпа, ол Бәдірге қатысқан дейді. Үлкен сынақтан өткен, сен айтып тұрған нәрсе оған ол түк емес ол. Үлкен сынақтан өткен адам сен мынау айтып тұрған мелочқа алданады деп ойламаймын дейді. Мысалы, киноларда неде көрсетіп жатады, өмірлік тәжірибеден аламыз. Кішкентайынан бірге өскен досын, бірге үлкен сынақтардан өтіп келесің. Болмайтын нәрсеге келген кезінде сен досына күмәнданбайсың да. Өйткені одан да үлкен ауыр сынақтардан өткенсің. Мысалы. Сол секілді, яғни сынақтан өткен сайын Аллах тағала адамның жаңағы жүрегін орнықтырады, дінге деген бекемдігін тұрақтандырады. Муhtадун дегені тура жолда болады. Алла оларды адастырмайды.